Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен фисташковый рулет дайындайтын боламыз. Мұнда бізде қажетті ингредиенттеріміз және де инструменттеріміз. Құрғақ бос ыдысымызға ақуызымызды құямыз. Жұмыртқамыздың ағын. Бөлме температурасында болуы қажет жұмыртқамыздың ағы. Шымшым тұз қосамыз. Миксердің төмен жылдамдығымен бастаймыз және де жылдамдығымызды жоғарылатамыз. Қантымызды қосамыз. Ең төменгі жылдамдықпен миксерлеп бастаймыз. Мінекей біздің меренгамыз дайын болды. Меренганың дайын болғанын сіздерге өткен жолы көрсеткен болатынмын. Бұлай алып тексересіздер. Тексерген кезінде осылай қалу керек сіздерде венчикте. Фисташковый мукамен қарапайым ұнымызды қосып біріктіріп аламыз, қыздар. Екеуін араластырып аламыз. Ұнымызды қосып, араластырып аламыз. Екі бөліп қосамын ұнды және сағаттың тілімен лопаткамен араластырамын. Сағаттың тілімен араластырамыз. Мен формамды алдына дайындап алдым. Мұнда менде пергамент қағазы жабыспайтын болғанымен майлап алғандарыңыз дұрыс. Бұл как алдын ала сақтандыру ретінде перестраховка. Және де осы қазір меренгамызды пергаментімізге төсеп шығамыз. Пергаменттің көлемімен бірдей етіп тегістеп шығамыз, қыздар. Қыздар, егер сіздер бірінші рет осы рулетті жасап жатқан болсаңыздар, сіздерге кеңес беретін едім. Менен лайфхак, міндетті түрде меренгаңыздың көлемін кішіректеу етіп, бірақ осылай қалыңырақ етіп жасаңыздар. Себебі сол кезде сіздерде 100% дұрыс шығатын болады. Жұқа етіп қойсаңыздар, сынып қалуы мүмкін, немесе дұрыс көтерілмей қалуы мүмкін. Меренгамен жұмыс жасау негізі өте нәзік жұмыс. Меренгамызды 170 градуста алдын ала қызып тұрған пешімізге 15-20 минут аралығында пісіріп аламыз. Фисташковый рулетіміздің кремін жасайтын боламыз. Мұнда бізде творожный сыр, сливки, қант ұнтағы. Ең әуелі қант ұнтағын қосамыз творожный сырымызға және де миксердің төменгі жылдамдығымен араластырып бастаймыз. Сливкимізді қосамыз. Төмен жылдамдықта араластырамыз. Қыздар, креміміз дайын болды. Енді осы кремімізді 10 минутқа холодильникке қойып қоямыз. Немесе қоймай бірден жасасаңыздар да болады, бірақ маған холодильникте кішкене тұрып қатқаны ұнайды. Меренганың дайын болғанын саусағымызбен басып тексереміз. Дайын болған меренгамызды бөлме температурасында 5 минут салқындатамыз. Меренганың бетіне осылай пергамент қағазын төсеп аударып аламыз. Астына төсеген пергаментімізді шешіп аламыз. Крем жағудың алдында бисквитіміз сынып кетпеуі үшін бір орап аламыз. Кремдеріңіз тегіс жағылуы үшін осылай кондитерлік мешокқа салып алып құйсаңыздар болады, немесе қарапайым лопаткамен салып құйсаңыздар болады. Кремді мен шпательмен тегістеп аламын. Егер сіздерде бұндай инструмент болмаған жағдайда, кәдімгі
ас қасықты пайдалансаңыздар болады, немесе силиконовый лопаткамен тегістеуге де болады. Ең бастысы кремді бір қалыпты тегіс етіп жағу қажет. Мен қатырылған малинаны пайдаландым. Егер сіздер де қатырылған малинаны пайдаланатын болсаңыздар, оны ертіп алудың қажеті жоқ, себебі суы ағып кететін болады. Сондықтан қатып тұрған күйінде пайдалана бересіздер. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, рулетімізді пергамент қағазымен орап аламыз. Үстін қатты басуға болмайды. Рулеттің екі шетімен жұмыс жасайсыздар. Алып қалған кремімізді бетіне жағып шығамыз. Мен декор ретінде фисташка ұнтағы мен клубниканы пайдаландым. Клубника менде пакетированный магазинский қатырылған клубника. Ондай клубниканы пайдаланбай қойыңыздар. Себебі солып қалған тәрізді болып, онша емес көрінеді. Жаңадан піскен клубниканы пайдаланған жөн. Рулетімізді кем дегенде 1 сағатқа холодильникке қоямыз. Мен қойғаным жоқ, қалай жинадым, бірден сіздермен результатымен бөліскім келді. Осы рулетіміздің салмағы 1 килограммға жуық, 950 граммдай шықты. Егер сіздер сатылымға қойғыларыңыз келсе, 8,000-8,5 мың теңгенің көлемінде қоя аласыздар. Барлықтарыңызға ас болсын, дәмі өте керемет шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өкінбейсіздер.